Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бір жасағанда өте дәмді болып шығатын сметанникті бірге дайындайтын боламын. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Менімен бірге болыңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмесеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, барлығын електен алдын ала өткізіп алатын боламыз. Ұнымызды илеп болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде крошка тәрізді тесто шығу керек. Тестамыздың барлығы крошка тәріздес болды. Енді үстіне бір жұмыртқамызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, 20-30 минутқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сметанамызды ыдысымызға саламыз. Менде сметана 20%. Сметанамызды салып болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, венчикпен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Венчигіңіз жоқ болса, вилканың көмегімен араластырсаңыз болады. Холодильникке тұрған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырды не жұқа емес, не қалың емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін формамызға орналастырып аламыз. Қамырымызды формамызға орналастырып, жан-жағының бәріне қамырымызды жайып шығамыз. Видеодағыдай қамырымызды жан-жағына жеткізіп жайып алғаннан кейін үстінен вилканың көмегімен басып шығатын боламыз. Бұл міндетті емес, вилкамен баспай қойсаңыздар да болады. Мен сәндік үшін вилкамен жан-жағын тегістеп басып шықтым. Дайын болған қамырымызға салмасын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне менің пирогым жарты сағаттың ішінде пісіп дайын болды. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аласыздар. Одан кейін пирогты суытып барып формасынан шешуді ұмытпаңыздар. Достар, осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес берем. Өте дәмді болып шығады. Егер де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.